күн, құрметті көрермендер біріншіден. Сонымен қатар, қайырлы күн, құрметті Еркін Аманжолұлы. Бүгін біздің бірінші жазбамыз таспаға Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сарапшылық кеңесінің және қолданбалы этносаяси зерттеу институтының жаңа жобасын ашып жатырмыз. Тамырлас атты подкасты. Сондықтан қош келдіңіз және біріншіден көп рахмет келіп біздің ұсынысты қабыл алғаныңыз. Негізгі біздің идеямыз осы жерде эксперттермен әңгіме құру. Негізгі мәселе біздің жалпы ұлттық бірлігіміз. Ол қандай нәрселерден қалыптасады және оның негізгі тетіктері қандай. Бірақ біз оны теория жүзінде ғана айтпай, сонымен қатар әр эксперттің, әр ғалымның өзінің өмір жолымен байланыстырсақ. Егер де осы формат сізге ыңғайлы болса, онда бастайық. Сәлеметсіз бе? Онда бастайық. Мен алғашқы болып ашып жатырмын ғой. Иә, сіз алғашқы болып ашып жатсыз. Сондықтан бірінші дөңгелек қалай домалайды, ары қарай да солай болады деп ойлаймын. Сіздің өзіңіздің өмірлік тәжірибеңіз, сонымен қатар ғылым жолындағы қаншама еңбектеріңіз баршаға енді көпшілікке белгілі. Тарих ғылымдарының докторы, профессор, енді институт, университет басшылығында қызмет еткенсіз. Сондықтан өзіңіздің осы өмірбаяныңыздан бастасаңыз, қысқаша осы ғылым жолына қалай келдіңіз? Әсіресе тарихты қалай таңдадыңыз деген сұрақ. Өмір бойы бастап жүрмін. Мектептен бастап ана журналда бірінші болып тұрдым. Орысша жазылды ғой, А сосын Б. Бас әріптен басталған ғой. Ең басында тұрдым, осылай бастауға үйреніп қалдым. Енді тарихты таңдаған біріншіден әкеміз тарихшы. Иә, белгілі ғалым, тарихшы. Сосын оның өзі бізде бір семьямызда бір аңыз бар. Ол кезде студенттер ғой, папам. Жатақханада тұрды. Мен туғанда аса қаражаты көп болған жоқ. Сіз студенттік семьяда туған баласыз ғой. Семьяда туған балам, сосын анандай бесік іштеме болған жоқ. Сосын столдың үстінде ұйықтадым. Домалап құламас үшін бір жағынан Грековтың Древняя Греция кітабы мынандай, екінші жақтан История СССР, тағы мынандай кітап. Солардың арасында ұйықтап өскен баламын. Ой, керемет. Сондықтан кішкене сіңіп неткен шығар тарих. Бірден туғаннан. Бұлай енді тарих бала кезден мектептен бастап қызыққанмын. Жазда оқулықтарды береді ғой. Келесі оқу жылына. Тарих оқулығын мен сол бір айдың ішінде оқып шығатынмын. Керемет. Керемет мысал, әрине бірнеше кітаптың ішінде тарих бірінші болса. Қалған оқулықтар сосын әлгі кейін оқу жылында дейді. Ал енді тарихты мен алдын ала сол жазда оқып шығатынмын. Ең маңызды сіздің осы тарих ғылымының жолын таңдағанда кімнің кітабы сізге ең басты әсер еткен? Білмеймін, айта алмаймын. Олай айта алмаймын, себебі көптеген өте көп оқыдым мен. Бала кезде оқыдым, кейін оқып жатырмын. Тарихи кітаптарды біраз оқыдым. Білмеймін, енді жеке бір осылай айта алмаймын, бірақ үлкен әсер еткен мысалы Олжас Сүлейменовтың Азиясы. Ол кезде қолжетімді болған жоқ. Әкеміз біреуден сұрап алып әкелген 74 жылдың басылымы. Соны мен бір түнде оқып шыққам. Керемет, әрине. Азиядан бастасақ, онда тікелей сұрақ біздің тарихымызбен тіл мен тарих бір-бірімен қалай байланысты? Осы жерден басталатын шығар. Енді тарихшы ең алдымен қоғамды зерттеп жатса, сол қоғамның тілін білу керек. Біз басынан бастап осындай сұрақтарды қойып жүргенбіз кейбір біздің әріптестерге. Тілді білмей қалай осы қоғамды зерттеп жүрсің деп. Себебі мына тілдің өзі мәдениетпен таныстырады сол қоғамды. Сол қоғамның санасымен таныстырады. Оны түсінбесең, жалпы қоғамды зерттеу өте қиын. Сондықтан біз енді көріп жүрміз, мына Қазақстанды зерттеп жүрген мысалы зерттеушілер шетелдік. Ең алдымен бәрі де қазақ тілін оқуға тырысады. Қазақша сөйлейді көбі. Енді зерттеушілермен біз байланысымыз бар ғой.
Солармен енді оларда ондай сұрақ олардың алдында тұрмайды. Мен Қазақстанды зерттесем, онда міндетті түрде қазақша сөйлеу керек деген. Ал мына совет дәуіріндегі тарихшыларды олай онда қалай? Себебі біз кеңес заманында Қазақстан тарихын зерттеген жоқпыз. Іс жүзінде. Біз кеңес одағының тарихын зерттедік. Ал енді Қазақстанды зерттегенде тек қана сол кеңес одағының бір бөлігі ретінде зерттедік. Ол жеке тарихи субъект ешқашан болған жоқ бізде Қазақстан. Бірақ негізінен мәдениет туралы, этнография туралы зерттеулер болды. Және де қазіргі таңда этнографтар өте көп Ресей кеңес дәуірінің ғалымдарының еңбектерін әлде қолданып келеді. Бізде мысалы ең жақсы этнографтар, оның ішінде кеңес заманының этнографтары, тіл білетін этнографтар. Мысалы, мына не кезіндегі, мысалы Ресей империясының кезіндегі Радлов. қазақ тілін меңгерген. Түрк тілдерін меңгерген. Керемет. Түрк жазуын ең алғашқы дешифровкасын жасаған. Түрк тілдеріне, неміс тілдеріне орысша жазған жоқ, бүкіл еңбектерін неміс тілінде. Түрк тілінен, мысалы, түрк халықтарының ауыз әдебиетінің кейбір ескерткіштерін неміс тіліне аударған. Радловтың этнографиялық мысалы еңбектері расында да өте қызықты. Потанин мысалы. Потанин ең белгілі. Ал енді қазақ этнографиясын, қазақ тілін білмей жазған ғалымды мен ғалым деп есептемеймін. Әрине. Затаевич қазақ күйлерін жинақтаған. Ол да қазақ тілін меңгерген ғалым ба? Қазақ тілін білген, әрине. Сондай ғалымдар болды бізде. Қазіргі мына кеңес заманында да түрк тілдерін білген Бартель сияқты мысалы мамандар болды. Олардың қазірдің өзінде олардың еңбектері мысалы құнды деп есептеледі. Себебі олар зерттегенде кәдімгі толық сол енді еркін сөйлемесе де сол тілде, бірақ тілді түсініп, тілді түсінген деген сөз ол мына халықтың санасын түсінді деген сөз. Өте жақсы. Енді өзіңіз жаңағы кандидаттық диссертацияны да, докторлық диссертацияны осы этникалық тарихқа байланысты жаздыңыз. Кандидаттық диссертация менде тікелей қазақтың шығу тегі. Бірақ бір ерекшелік менде кандидаттық диссертацияда, докторлық диссертацияда олар екеуі де мына әдістеме мәселелеріне арналған. Кандидаттық диссертация осы қазақтың шығу тегін зерттеудегі жүйелік тәсілдің қолдануы. Ал енді докторлық диссертация жалпы тарихты зерттеудегі жаратылыстанулық әдістерді қолдану. Сондықтан физика жалпы ғылыми тәсілдер, осы мәселелер. Себебі мына бізде тарих жалпы осы этникалық мәселемен тығыз байланысты. Бізде тарихта негізінде көбі зерттегенде екі мәселені зерттейді. Этникалық тарих пен саяси тарихты. Зерттеулердің көбі осы мәселелерге арналған. Ал енді бірақ бізде мына саяси тарихты зерттегенде түсінікті сол жердегі бүкіл құбылыстардың теориялық негізі бар. Мемлекет деген не, мысалы, саяси партия деген не, біз түсінеміз. Ал енді этникалық тарихты зерттегенде зерттеушілердің көбі өкінішке орай этнос деген не екенін түсінбей жазады еңбектерін. Кейбір кезде бізде пікірталас болып жүргенде орта ғасырлы немесе көне замандағы топтарға қазіргі түсінік береді этникалық. Қазіргі қалыптасқан жағдайды апарып көне заманға экстраполяция жасайды да, сол кездегі қазіргі түсініктермен сол кездегі жағдайды зерттеуге тырысады. Содан көптеген менің ойымша методологиялық қателіктер шығады.
Сонда қазір біз қалай қолдануымыз керек? Немесе осы екі әр заманды ерекше көрсететін болсақ, оған бір белгілі термин қолдану керек па? Әлде міндетті түрде осындай ғасырдың хикаясы немесе ең алдымен біз нені түсінуіміз керек? Әрбір қазіргі этнос бұл тарихи құбылыс. Оның өзінің мына қалыптасу жолы бар. 16 ғасырдың қазақтары дәл қазіргі мына қазақ емес, ол кішкене басқа қазақтар. 15 ғасырдың қазақтары ол да қазіргі қазақ емес, ол да кішкене басқаша қазақ. Ал енді 15 ғасырға дейін де қазақ деген сөз болды. Ол мүлдем басқа құбылыс. Мына сөзбен біздің үлкен қателік, біз мына этностың тарихын, халықтың тарихын сөзбен байланыстырамыз. Мысалы, өзбек деген 13-14 ғасырда ол бір құбылыс, 15 ғасырда мүлдем басқа құбылыс, 18 ғасырда басқа құбылыс, 20 ғасырда бұл басқа құбылыс. Ұйғыр деген де солай. Қазіргі ұйғыр деген этноспен орта ғасырлық ұйғыр қағандығы бұл екі әртүрлі, бір-бірімен байланысты, бір-бірімен міндетті түрде енді тарихи байланысы бар, кейбір топтардың тікелей генетикалық байланысы бар. Бірақ бұл 100% бір құбылыс емес, бұл әртүрлі тарихи құбылыстар. Мына көне мысалы Енисей қырғыздары мен қазіргі қырғыздар да 100% бір топ емес. Оның да байланысы бар, тарихи біз байланысын білеміз, көре аламыз. Мысалы, кейбір топтардың генетикалық байланысы бар. Бірақ олар 100% сол қырғыз емес. Соны түсінуіміз керек. Мына 15 ғасырдың қазағы мен 17 ғасырдың қазағында мысалы құрамында да өзгешілік бар. Осыны біз алдымен осыны түсінуіміз керек. Бұл тек қана ойлап қалуы мүмкін, біздің көрермендеріміз бұл біздің Орта Азияға тән нәрсе деп. Бүкіл жерде солай. Мысалы, 13 ғасырда орыс деп айтып жүрген Русь деген мысалы, мына 17 ғасырдың Ресей емес. Бұл да әртүрлі. Литва мысалы, орта ғасырлық 14 ғасырдың Литвасы қазіргі Литва емес. Бұл мүлдем басқа халық. Мүлдем басқа халық. Мына орта ғасырлық франк пен қазіргі французды бұл басқа халықтар. Бұл байланысы бар, тарихи байланысы бар, кейбір топтардың тағы да айтып кетейін, генетикалық байланысы бар. Бірақ 100% ол бір сол халық емес, тілдері де әртүрлі. Бірақ мысалы өмір сүру пайда болу ареалы бойынша қалай? Ол да өзгеріп тұрады. Ол да өзгеріп тұрады. Мысалы, орта ғасырлық франктар қазіргі Германия территориясында тұрған. Кейін барады мысалы. Қазіргі біз Англия деп жүрміз мысалы, орта ғасырлық аңғыл тайпасы қазіргі Дания жерінен шыққан мысалы. Тіл бойынша қалай өзгереді? Дәл солай. Мына франктар мысалы бұл герман тілдес тайпасы бұл. Ал енді өзінің атын жергілікті галдарға берді, бірақ гал тілінде де, кельт тілінде де сөйлемейді. Герман тілінде де сөйлемейді. Өзгертілген латын тілінде сөйлейді мысалы. Бірақ француздар өздерінің тарихын сол франктардан бастайды. Франктардың корольдерінен бастайды. Мысалы, Хлодвигтен бастайды. Хлодвиг қазіргі француз тілінде сөйлеген жоқ. Ол таза герман этносының өкілі болды. Бірақ француздар өз саяси тарихын содан бастайды. Сондықтан бізге кейбір кезде сақтар түрік тілдес болған жоқ, иран тілдес болды. Сондықтан қазақтың сақтарға ешқандай қатысы жоқ дегенге мен де сондай жауап беремін. Мүмкін ол да әлі дәлелденген жоқ. Мүмкін иран тілінде сөйлеген де шығар. Бірақ біздің мына антропологиялық зерттеулер бар. Қазір генетикалық зерттеулер соған қосылып жатыр. Сол кездегі сақ тайпаларының тікелей генетикалық ұрпақтары қазіргі қазақтар. 100% емес, 100% емес. Бірақ белгілі, әрине 100% ешбір этникалық топ өзгермей 100% сол түрінде сақталмайды. Себебі мұны
мен сол кандидаттық диссертациямды бастағам, осы мәселені докторлық диссертациямда жаздым. Әрбір этнос бұл мына ашық жүйе болғасын, бізде жалпы ашық жүйелер жалпы теориясы бар физикада. Бұл ашық динамикалық жүйе болғасын, ол мына қуатымен, материалмен қоршаған ареалмен бөлінісіп тұрады. Адамдар шығады, кіреді, ассимиляция болады, кейбір топтар шығып кетуі мүмкін, бірақ этнос өзінің мына бірегейлігін сақтап қалады. Адамдар кіруі шығуы мүмкін. Мен кейбір кезде айтам, мына біздің қазақтармен кішкене әлгі дау болып кетеді ғой. Сонда айтам, ағайындар кешіріңдер. Ешбір адам мен таза қазақпын, мен таза өзбек, мен таза орыспын деп айта алмайды. Себебі бірде-бір генетикалық таза этнос жоқ. Бірақ доминантты бар ғой. Иә, мысалы, доминантты көрсеткіштер болғандықтан олар сол этникалық топ болып топтасады. Осы сіздің жаңағы айтқаныңыздан мынандай сұрақ пайда болады. Мысалы, қазіргі таңда бізде барлық Қазақстан Республикасының азаматтарын бәрінде қазақ деп атаса қалай болады дейді ғой. Сіз қалай ойлайсыз? Менде басқа бір ұсыныс болған. Біз этникалық түсінікті мына саяси түсінікпен онда шатастырып жібереміз. Кейбір біздің қазақ азаматтары жоқ, біз неге, біз мінеки қазақпыз, басқалар қазақ емес деп айту мүмкін. Сондықтан менің бұл идеям емес. Кезінде 20 ғасырдың басында өте жақсы алаш деген сөзді пайдаланды. Алаш деген ол этникалық түсінік емес. Алаш деген мына орта ғасырларда да бұл қазіргі азамат деген сөзбен теңдес түсінік болды. Азамат деген сөз болған жоқ, бұл енді модернизм ғой азамат деген. Бұл тек қана осы 20 ғасырда ғана бізде қазақ тілінде осы қазіргі мағынада пайдалана бастады. Ал енді оның алдында сондай түсінік болды. Осы бір мемлекеттің қол астындағы қазіргі біздің азамат деп атап жүрген тұлғаларды алаш деп біріктірген. Алаш деген түсінік болған. Менің алашым дейді, алашыма ұран тастаймын дейді. Бұл этникалық емес, немесе бір белгілі тайпалық түсінік емес. Бұл мына мемлекеттілікке байланысты түсінік. Сондықтан біздің алаш қайраткерлеріміз 20 ғасырдың басында осы алаш деген терминді қайта кіргізіп, біздің лексиконымызға, саяси лексиконымызға алаш деген сөзді мінеки қазақстандық деген сөздің орнына пайдаланды. Алаш азаматы деп. Сондықтан осы Потанинді мысалы алаштың ақсақалы деген атап берді. Ол қазақ емес қой Потанин, бірақ алаш. Алаштың ақсақалы деген оған атап берді. Сондықтан бізде енді біздің бауырларымыз қазақстандық деген сөзді онша ұнатпайды. Маған да онша ұнамайды. Орыс тілінде енді кішкене казахстанец деген сөз орысша енді кішкене оның несі бар. Ал енді қазақшаға аударған кезде дұрыс айтасыз, калька болып кетеді де. Менің осындай ұсынысым бірнеше рет соны айтқам. Қазақстандық деген сөздің орнына алаш деген сөзді пайдалансақ, өте жақсы болады деп ойлаймын. Оның ішінде қазағы да бар, орысы да бар, басқалары да бар. Бәрін алаш десек, алаштың баласы десек, дұрыс болады деп ойлаймын, мысалы. Өте жақсы, және жаңағы ассимиляция, доминантный топтар деп айтамыз. Қазіргі қоғамның да сондай бір үрейі бар. Егер де бәрін қазақ деп атасақ, онда араласып кетеміз, өзіміздің жаңағы өзгешілігімізді жоғалтып аламыз деген. Дұрыс. Мына бәрі қазақ болайық деген ұранды расында да бір ассимиляциялық не бар сияқты. Сондай процесс. Негізі ассимиляция, мысалы, батыс елдері одан жаңағы интеграция бар және ассимиляция. Ассимиляция ол егерде өзінің өзгешілігін жоғалтып алса. Ал егерде интеграция десе, бұл жерде алашқа біз осындай интегративті бір факторды не арқылы кіргізе аламыз? Сонда бәрін жинақтайтын, бәрін басын қосатын не болады? Мемлекет, тәуелсіздік идеясы, мына бірлік идеясы.
сосын бұл саяси ұлт. Мгм. Біз сонда мына этникалық түсінікті жеке қалдырамыз. Мгм. Қазақ этнос болып қалыптасты мысалы. Ал енді ұлттық идеяны жеке шығарамыз. Мгм. Сосын мына қазақстандық деген ұнамайтын сөзден бас тартып, бұл енді советизм ғой, қазақстандық деген. Иә. Оның орнына өзіміздің бұрын болған, осы мағынада пайдаланған Мгм. алаш деген сөзді қайтадан кіргізді. Мысалы, 17 ғасырдың басында алаштың құрамына қазақтан басқа топтар кірген. Мысалы, Ташкент құрамасы, Қарақалпақ, солтүстік қырғыз, Мгм. бәрі де 6 алаштың құрамына кірген Мгм. Тауке хан кезінде. Мгм. 6 алаштың құрамына мысалы кейін қазақ болып кеткен көптеген мысалы естектер, батыс Қазақстан мен солтүстік Қазақстанда, орталық Қазақстанда қырғыздар, Мгм. мына Абылай хан кезінде мысалы. Біздің Қостанайдың өзінде түркмендер мен қарақалпақтардың ұрпақтары бар. Мгм. Олардың бәрін де алаш деп есептеген. Өте жақсы мәлімет екен, және де оны кішкене дамытып, ары қарай зерттеп. Қазақ дегеннің өзі тек қана бізде 18-19 ғасырда ғана этникалық сондай сипат алды. Этникалық. Мысалы 15 ғасырдың өзінде қазақ деген сөз бұл саяси термин болды, әлеуметтік термин болды. Біріншіден сен мына орыс ханның ұрпақтарына тәуелді болсаң, қазақ хандығының құрамында болсаң, сен қазақсың. Біріншіден. Екіншіден, қазақ деген далада көшіп жүрген еркін азамат. Иә. Соны өздеріне өзі қазақ деп, өзбек деген термин болды. Өзіне өзі, мына біріншіден өзбек ханның кезінде ұлысына кірген мұсылман, көшпелі далада көшіп жүрген еркін мұсылман болса, өзін өзі өзбек деп атаған. Ал енді екінші мағынасы бүкіл жерде информаторларға, Ресей, басқа информаторларға қалай түсіндірді? Өз-өзіне қожа деген сөз, өзбек. Өзі-өзіне бек, өзі-өзіне қожа, еркін адам деген сөз. Осы, мысалы, Шәкәрім неге кітабында біз өзбекпіз дейді, қазақпыз дейді, қырғыз, қазақ, һәм хандар шежіресі деп бастайды ғой кітабы. Сонда бір несі бар, біз қазақпыз дейді, біз өзбекпіз дейді, өзбектің ішінде қазақпыз дейді. Арғы тегіміз ұйғыр дейді. Ұйғыр деген о кезде Малов әлгі қазіргі ұйғырларға біз ұйғыр деген атты берейік деп әлі конференцияда айтқан жоқ, ол 24-ші жылы болады. Мына Шәкәрімнің кітабында ұйғыр деген ол көне түріктер, қағандық. Көне түрік қағандықтарын қазақтар мына өздерінің дәстүрлі тарихи санасында бәрін ұйғыр деп атаған. Үлкен әріппен сол кездегі. Жалпы бізде әлі біз нақты мына қазақтың дәстүрлі тарихи санасын дұрыстап әлі зерттеген жоқпыз. Ал енді өте қызықты мәліметтер бар. Мысалы, Мұрындық хан белгілі. Ол өзін ешқашан мен қазақтың ханымын деп айтқан жоқ. Оның жазылған мына деректерде өзін Дашты Қыпшақ билеушісі және Афрасияп тағының иесі деп жазады. Афрасияп тағы деген бұл көне Фирдаусидің әлгі Туран мен Иранның соғысы, сонда Туранның билеушісі Афрасияп, бүкіл даланың билеушісі, дала тайпаларының билеушісі Туран. Одан кейін осы идеяны Қарахан әулеті алды. Қарахан әулетінің билеушілері өздерін өзі тікелей Афрасияптан таратты. Ер алып тоңға деген атамыз бар, оларды парсылар Афрасияп деп атайды деп. Көне түрік қағандығын сонда олар Афрасияп елі деп атаған. Осы идея сосын кейін мына Алтын Ордадан кейін Туран билеушісі деп өзін Ақсақ Темір атаған. Одан кейін қазақ хандары да өздерін өзі Афрасияп тағының иесі деп, әсіресе мына Ташкентті бағындырғаннан кейін Есім хан кезінде. Сол кезден бастап қазақ хандары өздерінің Дәшті Қыпшақ билеушілері және Афрасияп тағының иелері деп атаған. Сондықтан біз қазақ хандығы деген бұл да неологизм, бұл
ғылымда пайдаланатын термин. Өзіміздің мына алғашқы тарихшымыз Қадырғали Жалайри мысалы қазақ хандығы деген сөзді пайдаланбайды. Қазақ хандарының тарихын жазады, бірақ бүкіл жерде олар не дәшті қыпшақ билеушілері дейді, немесе мұсылман падишахтары дейді. Сондай терминдерді пайдаланады. Ал енді қазақ деген, қазақ хандығы деген сөз бұл да неологизм, біз осы 19-20 ғасырда енгізген. Енді қазіргі тарихқа қадам бассақ, сабақтастық бар ғой, енді дегенмен жаңағы мемлекеттің атауында қазақ түбірі сақталған. Ол жаңағы Ресей патшалығына енгенде сондай атаумен, ары қарай жаңағы кеңес одағына солай ендік. Енді егемендік алғанда біз атауымызды кішкене өзгерттік. Бұл мемлекет түрінің өзгеруі ма, әлде жаңағы сыртқы көзқараспен байланысты? Біз саяси ұлт, қазіргі мына заманауи саяси ұлт болып 20 ғасырда қалыптастық. Заманауи. Біз өзімізді өзіміз қазақ деп атап жүргенде, жерімізді қазақ жері, қазақ елі деп, сондықтан қазақ республикасы немесе Қазақстан деген сөз осы 20 ғасырда қалыптасқасын, оны өзгертудің қажет жоқ деп ойлаймын. Қазақстан деген сөзді мысалы қателеспесем Мұрат Әуезов кезінде ұсынған. Мына елдің тәуелсіз елдің атауы ретінде. Қазақ ел деген сол кезде 91 жылы сондай ұсыныстар болған кезінде. Бірақ Қазақстан Республикасы деген қалыптасып қалды. Менің ойымша оның анда-мұнда өзгертетін қажет жоқ шығар. Тек қана бір ғана айтылып жатқан ұсыныстар бар, соған мен қосылам. Ана орысша жазғанда және ағылшын тілінде жазғанда екінші әріпінде қ деп жазу. К. Себебі енді мына кішкене ағылшын тіліне орыс тілінен аударылып кетті. Орыс тілінде де кішкене енді біз қай кезде болған, немен байланысты екенін білеміз. Сондықтан қазір ешқандай оның қажеттілігі жоқ. Сондай дұрыс атауымызды қайтару керек. Осы бір жыл бұрын Түркияда халықаралық деңгейде өз атауын дұрыстады. Көп жылдар бойы соған тырысты, соны жасауға. Әйтеуір соны жасады. Бізге де бір ақырында бұл енді ең басты мәселе емес. Ең басты мәселе емес. Бірақ сол қатардағы бір мәселелердің бірі осылай дұрыстау керек. Жалпы ең басты мәселе қандай бізде қазір? Осы тарихи көзқарастан енді біз жаңа 21 ғасырға дейін аяқ бастық, егеменді ел болып келдік. Енді бірлігіміз осы атаумен ғана байланса ма, әлде тағы бір факторлар бар ма? Бізде мына өзекті мәселе атау емес, бізде өзекті мәселе тіл мәселесі. Бізге ең алдымен осы тіл мәселесін шешу керек. Түсінікті стратегия жасау керек. Біз бүгінгі күнге дейін мәселенің шешілуін кейінге қалдырып жатырмыз. Өз-өзімен қалай жүріп жатыр жағдай. Соған біз шүкір деп әзірше ештеме жасап жатқан жоқпыз. Бірақ бізге түсінікті бір стратегия керек. Бәрімізге қазаққа түсінікті, қазақша сөйлейтіндерге түсінікті, қазақша сөйлемейтіндерге түсінікті бір стратегия керек. Біз не істегіміз келеді, болашағымызды қандай көреміз, соны айтуымыз керек, анықтауымыз керек. Менің ойымша енді екі тілдік, қос тілдік ол жақсы жалпы. Оны сақтауға тырысу керек. Бірақ қос тілдік дегенде түсінуіміз керек. Ешқашан екі тіл қос тілдік болғанда бірдей болмайды. Қос тілдікте бірінші тіл болады, екінші тіл болады қосымша. Біз кеңес заманында бізде қандай қос тілдік қалыптасып қалды? Негізгі тіл орыс тілі, қосымша қазақ тілі. Қазір бізде ресми ситуация басқаша. Негізгі тіл қазақ тілі, ресми, қосымша орыс тілі. Оны біз еш жерде айтқан жоқпыз нақты.
еш жерде айтқан жоқпыз. Және де көп жерлерде бізде мысалы осындай жағдай іс жүзінде бар, кейбір аймақтарда бізде іс жүзінде басқа ситуация. Осы аймақтарда мысалы солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, біз сақтап қаламыз ба осы ситуацияны, әлде оны өзгертуге тырысамыз ба? Оны біз нақты айтуымыз керек. Сонда мысалы осы жақында ғана Павлодарда бір конфликт болды ғой. Ана тіл жанашырымен байланысты, әлгі жындыханаға қамап, сондай ситуациялар сонда бізде болмайды. Біз нақты, ашық, дұрыстап айтуымыз керек осыны. Сосын біз көрсетіп, мінеки азаматтар, осындай шараны біз 5 жылда жасаймыз, осындай шараны 10 жылда жасаймыз, осындай бізде 15 жылда жасалатын шара, асықтырудың қажеті жоқ менің ойымша мысалы. Ол енді бірнеше жаңағы асықпасақ та мемлекеттік бағдарламаларда болды ғой. 2010-ға дейін, 20-ға дейін, 30-ға дейін деп жаздық. Бізде бұл бағдарлама қалай орындалғанын көріп тұрмыз ғой біз. Енді жазсақ қайтадан солай болар ма, болмай ма? Жоқ, бағдарлама емес. Біз өзіміздің бір қандай бағытта бара жатырмыз, соны түсіндіруіміз керек, айтуымыз керек алдымен. Ана бағдарламада мысалы шаралар бар, бірақ біз қандай мақсатқа жететінімізді біз нақты айтқан жоқпыз. Оны нақты түсіндіру айту керек. Осындайға біз дайын болуымыз керек. Екі тілдікті біз сақтап қаламыз, бірақ негізгі тіл, бірінші тіл, осы қос тілдікте бірінші тіл қазақ тілі болады. Себебі ол мемлекеттік тіл. Орыс тілі бізде бүгінгі күнге дейін кейбір жарайды қарапайым адам айтса. Биліктегі адамдар орыс тілі жоқ, ресми емес, ұлтаралық немесе этноаралық қатынастар тілі деп айтады бүгінгі күнге дейін. Ол жоқ заңда қазір. Ол болған кезінде бірінші біздің әлгі тілдер жөніндегі заңда. Ол заңда жоқ қазір. Мен бүкіл жерде келген жерде айтам, бізде жалпы заң бойынша, конституция бойынша этносаралық тіл бізде қазақ тілі, мемлекеттік тіл болғасын. Орыс тілі бұл ресми тіл. Ресми пайдаланатын тіл, бірақ этносаралық тіл емес ол. Этносаралық тіл деп көрсетілмеген, бастапқы бір болған, қазіргі таңда енді қазақ тілі лингва франка тілі болса, сонда біз жаңағы оны этносаралық тіл деп бірден түсінуге мүмкіндік болар. Оған да ол үшін де бізге бір, менің ойымша, мемлекет жағынан шаралар керек. Біріншіден, біз тіл байлығымен мақтанамыз, қазақ тілінің байлығымен. Бірақ бір жақтан осы байлық бізге кедергі жасайды тіл оқытуға, әсіресе басқа этностарда. Бізде ең алдымен бір стандарттық қазақ тіл керек. Ресми пайдаланатын бір минималды негізгі базалық базовый английский сияқты сондай қазақ тілі керек. Қазір деңгейге бөліп оқытып жатыр ғой. Сондай ресми көрсетіп, мысалы емтихан тапсырғанда мемлекеттік қызметке тек қана осындай минимум керек саған деп. Бүкіл тіл оны біз қазір мемлекеттік қызметте айтамыз. Оны жалпы бүкіл жерге айту керек. Бүкіл қоғамға айту керек. Осындай минимум тапсырсаң бітті, сол жетіп жатыр. Ал енді бүкіл қалған тіл байлығын өлең жазғанда, әдеби шығарма жазғанда сонда пайдаланамыз деп. Өте дұрыс. Сонда енді қорытындылай келе, жаңағы өзіңіз тарихқа жас кезіңізден, бала кезіңізден келдіңіз. Қазіргі қызметіңіз депутаттық қызмет. Осы екі нәрсені қалай байланыстырып жатсыз? Мен енді тарихты тастаған жоқпын. Өте қуаныштымыз. Бәрібір мен қазір бірнеше жоба бар істеп жатырмын. Солтүстік Қазақстанның тарихын қазір дайындап жатырмыз. Өте керемет. Біздің мемлекеттік комиссия
саяси репрессия құрбандарын ақтау жөнінде. Соның аясында бір монографияны қазір аяқтап жатырмыз. Осы бағыттарда бәрібір мен ғылыми жұмыспен айналысып жатырмын. Мына мәжілістің өзінде қазір біз қаралып жатқан ғылым жөніндегі және технологиялық саясат жөніндегі заң қазір дәл содан келдім мен жаңа осы студияға. Сіз практика жаңағы саясаткер ретінде де, ғалым ретінде де осы ғылымның дамуына үлес қосып жатырсыз қазіргі таңда. Өте керемет, және осы ісіңіз табысты болсын. Ең бастысы бізге түсінікті тарих оқулығы керек. Соны айтып қояйық. Бір идея бар енді көпшілікке. Біздің не бар ғой әлгі кемшілігіміз бар. Біз жазғанда тек қана өзімізге түсінікті қылып жазамыз. Оның енді сондай талаптарының бірі академиялық тіл нақты болу керек. Нақты болу керек. Сондықтан біз жазған дүниені мына мысалы қарапайым тарихшы емес адам қиналып оқиды. Сондықтан бір идея бар, біз бір журналистпен келісіп қосылып мына ең қызықты, маңызды, өзекті проблемаларды алып ұлттық тарихтан сол жөнінде бір көпшілікке арналған кітап жазамыз деп жүрміз. Керемет, өте жақсы ой, және сондай жобалар да қазір болып жатыр. Мысалы алаш идеяларын қазір тек қана сондай деректер ретінде емес, және ғылыми мақала ретінде емес, осындай көпшілікке түсінікті тілмен жазуға тырысып жатыр. Сізге де осы жаңа бастамаңыз сәтті болсын. Ғылым туралы заң барлық ғалымдарға біздің қызмет етсін. Осы табыстарыңыз мол болсын. Көп рахмет бүгін келіп бізбен әңгімелескеніңізге. Құрметті көрермендер, көп рахмет. Бүгінгі біздің бірінші жазбамыз қызықты да мәнді болды. Сондықтан Еркін Аманжолұлына көп рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Және бізді демеуші тобымыз, Шавхат Абдуллаевич бастаған демеуші тобымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Келесі біздің жазбамызды жаңа тақырыпқа және жаңа адамға, тұлғаға, экспертке арнаймыз. Ол біздің анонстарда болады. Көп рахмет.